Қайырлы күн достар. Бүгін біз сарыөріктен компот жауып алатын боламыз. Яғни екі түрін жасайтын боламын. Бүгін бүтін түрімен кәдімгі бүтіндей салып қайнатамыз, және де жаңағы басқа сарыөріктерді, осындай жаңағы бөлініп қалған сарыөріктерді, оларды блендерден өткізіп алып дайындайтын боламыз. Ең алдымен бүтін сарыөріктерді барлығын салып аламыз, бірақ міндетті түрде банкімізді стерилизовать етіп аламыз ең алдымен. Содан кейін барып үстіне қайнап тұрған ыстық суды құйып шығатын боламыз. Мен сарыөрікпен қоса шиені де бірге қосып салдым. Сосын барлығына ыстық суымызды құйып, крышкасы да стерилизовать етілуі керек. Сосын бетін жауып қоямыз. Әрі қарай суығанша келесі компоттың түрін дайындаймыз. Яғни барлық осындай мыжылып қалған сарыөріктердің барлығын блендерден өткізіп, немесе осындай соковыжималка болсын, барлығын блендерден өткізіп аламыз. Сөйтеміз да әрі қарай осындай дайын болған біздің жаңағы сұйықтығымызды осындай бір литрге 2 литр су құятын боламыз. Мен мысалы 1 литр салсам, оған 2 литр су құйдым. Ал егер жарты литр болса, оған 1 литр су құятын боламыз. Сосын әрі қарай, мысалы 1 литр болса, 150 грамдай қант салдым. Или болмаса 100 грамдай қант салсаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Және қайнағаннан кейін міндетті түрде көбігін алып тастайтын боламыз. Стерилденген банкілерімізге осылай құйып шығатын боламыз. Ең бірінші суытып қойған компотымызды әрі қарай осылай құйып, 1 литрге 100 грамдай қант қосып, бір бүлк еткізіп қайнатып алғаннан кейін осылай банкамызға құйып алатын боламыз. Міне, біздің компотымыз дайын болды. Мен сияқты осындай екі түрін дайындап алыңыздар. Сау болыңыздар достар.